Бастан сияқты. Хей, бәріңе сәлем достар. Сіздермен бірге мен Нұр қоқайсыңдар достар. Короче достар, видеоның атауын көрген боларсыңдар. Бүгін сендерге мен DailyVix серверіне қалай кіру керек, соны үйрететін боламын. Достар, сіздер Rinko кезетін қараған боларсыңдар. Көріп қараған боларсыңдар, бірақ көрмегендер болса көрсетіп жіберейін. Короче, ал достар, біз өзіміздің видеомызға көшейік. Бірінші настройкаға кіресіздер. Майнкрафт жазғаннан кейін настройкасына кіресіздер. Настройки деп тұрады, соған кіресіздер. Клавиатура мыш өздеріңіз білесіңдер. Менде клавиатура мышта 42, чувствует деген бірдеңе, сол 42-де тұр. Контрольда 33-де тұр, касанияда 43-де тұр. Профильдегі кіресіздер, мұнда никтеріңізді жазасыздар, өзіңіздің никтеріңізді жазасыздар. Профильде ондай көп зат жоқ. Сосын мұнда барасыздар. Сосын мұнда өзіңіз ресурс пак түседі, мұнда модтар жазсаңыз, осында бір ресурс пак бар, осында модыңыз әйтеуір сол жерге түседі. Мұнда не екенін білмеймін өзімді. Сосын мұнда деген не? Видео кіресіздер. Мұнда погонный камера деп тұрады. Оны мен өшіріп қоямын негізі. Ол да өздеріңіз білесіздер, қосасыздар ма, бірақ мен оны өшіріп қоямын. Сосын отправлять лица деп тұрады. Соны бассаңыздар, сізден мынау шығады. Мынау артынан көрсетеді, мынау алдынан көрсетеді. Екіншісі артынан, үшіншісі алдынан көрсететіні. Короче, сосын мұнда звук деп тұрады. Звукта музыка жүзі. Өзіңіз білесіздер. Короче, дұрыс сөйлей алмасам. Мен деген мұнда сағат түнгі 12-де түсіріп жатырмын видеоны. Сосын мұнда деген сізде ағылшынша болып тұрса, мұнда язык деп тұрады. Мен басып тұрған. Соны басасыздар. Сізде де английский деп тұрса, мысалы менде английский деп тұрды кіргенде. Сосын мынандай русский, Россия дегенге өзгертіп алдым. Сендер осылай өзгертіп алсаңдар болады. Ал достар, біз қазір DailyVix главный зат. Ойбай достар, аз күтіңіздер, менің ағылшыншаға қойылып қалды ғой, мойы. Так, русский тауып алайық. Русский. Так, міне русскийға қойып алайық. Все. Ал достар, сіздерге қарап DailyVix'қа қалай кіреді, соны көрсететін боламын. Мұнда деген играть басасыздар. Друзьяға кіресіздер. Сосын мені қазір бұлай жазасыздар. Имя сервeraға дегенге Dailyin деп жазасыздар. Ағылшынша Dailyin деп. Сосын мұнда адрес сервера дегенге play.kz DailyVix фун деп жазасыздар да, портқа 15.3.0 жазасыздар. Сосын сохранить етесіздер. Қазір мені күтейін. DailyVix шығу керек. Міне шықты. Осының үстінен басасыздар. 7 кісіге орын бар екен. Қазір 11 кісі отыр. Осының үстінен басасыздар. Қазір менде кіру керек. Все, болды, кірді. Қазір менде кірді. Қазір деген немістерге кіргеннен кейін не істеу керек, соны бәрін көрсететін боламын. Короче, сіздер осындай жерден шығасыздар, мына лампадан шығасыздар. Сосын мына лампадан шыққаннан кейін сіздерді қатып тұрады. Осы жерге тіпете береді. Жүрсеңіздер, осы жерге тіпете береді. Сосын сіздер бүйтесіздер. Мына чатқа кіресіздер. Мұнда пароль жазасыздар өздеріңіздің. Сосын пароль жазғаннан кейін, сосын оны чатқа лақтырасыздар да. Сосын спокойно бүйтіп жүре бересіздер. Сосын сіз тіркелдіңіз деп шығады. Спокойно бүйтіп жүре бересіздер. Мұны сандықтар түсінбедім мен, өйстіп басса. Білмеймін, оны түсінбедім. Әйтеуір мұны сандықтың ашып көрдім. Мұны ортасындағы сандық. Бұл сандық енді ашылмай қалды екен. Бұнда игроктар жүрген, мұндайлар шығып кетті. Сосын сіздер қалай кәдімгі неге спаунға барып вырвать етемін десеңіздер, мұнда шығасыздар. Иди на спавна дегенді золотой блок тұр, соны басасыздар. Телепортация деген шығады сіздерде. Ойбай, мен анда қамалып қалдым ғой. Ойбай, мен анда қамалып қалдым.
Azizdir men. Күтіңіздер. Görüşürüz. Bana men ana Lakavalni деген bir validен шыға алмадым. Короче, сіздер деген общем түсінген шығарсыздар. Осы Daily Wix'қа осы кіреді, осы жазады. Бәрін порт, имя сервері, настройкасын бәрін көрсетесіздер. Сосын сіздер скин ауыстыруды білмесеңіздер, мұнда кіріп скиндеріңізді ауыстыра берсеңіздер болады. Оны бірақ бәрі білетін шығар. Daily Wix'қа да кіруді бәрі білетін шығар, бірақ сонда да білмейтіндерге көрсетіп жіберейін дедім. Короче, төмен болған мен Нурко. Арнаға тіркеліңіздер, лайктарыңызды басыңыздар, тез. Осы айдың соңына шейін 30 подписчик жеткізіп, достар. В общем, сау болыңыздар, достар.